Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Жақсылыққа әмір ету және айыптылардан тыю тақырыбы ерекше назар аударуға тұрарлық. Өйткені бұл үмметіміздің амандығы және оның табысы. Егер сіз бұл мәселені назардан тыс қалдырсаңыз, онда үлкен шатасу болады. Алла Тағала Құранда сендер адамзат игілігі үшін пайда болған, жақсылыққа әмір ететін, жамандықтан тыятын және Аллаға иман келтіруші қауымдардың ең жақсысыңдар дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дәуіріндегі мұсылмандар, сахабалар, салих бабалар, Алла оларға разы болсын, бұған ерекше мән берген. Ал біздің заманымызда мұның қажеттілігі әлдеқайда жоғары. Өйткені адамдар арасында надандық білімнен асып түседі. Сондай-ақ бұрыс жолдағы уағызшылар да жеткілікті. Уағыздардың бірінде Шейх Али Тантауи Алланың ақ жолына түскен бір жігіт айтып берген бір таңғажайып оқиғаны бізге айтып берді. Шейх былай деді: мен Алеппо қаласындағы мешіттердің біріне кірдім. Сонда бір жас жігіттің намаз оқып жатқанын көрдім. Мен ішімнен: субханалла, бұл жігіт арақ ішкен, зина жасаған, харам жеген, ата-анасының тілін алмаған, тіпті ата-анасы оны үйден қуып шыққан жігіт еді. Мешітке келетінде бұл жігітке не болды екен деп сұрады. Қасына барып: сен сол әлгіндегі жігітсің бе деп сұрадым. Ол иә деп жауап берді. Мен: сені тура жолға салған үшін Аллаға сансыз мақтаулар болсын. Айтып берші, бұл қалай болды? Сонда жігіт: мен ислам ғұламаларының бірінің стриптиз клуб сахнасында уағыз айтуының арқасында дұрыс жолға түстім деді. Стрип клуб сахнасында ма? Мен таң қалдым. Иә деп жауап берді. Жігіт сөзін ары қарай жалғастырып былай деді: біздің кварталда шағын мешіт бар еді. Сол мешіттің имамы бір егде кісі екен. Сосын бір күні мешітте халыққа не болды? Олар қайда? Әсіресе жастар қайда? Неге олар мешітке келмейді деп сұрады. Адамдар оған: олар уақыттарын клубтарда көңілді өткізеді деп жауап берді. Имам: қандай клубтар? Олар не істейді? Қандай ойын-сауық жасайды деп сұрады. Жиналғандардың бірі: клубта үлкен биіктік бар. Оның үстінде жартылай жалаңаш, немесе тіпті толық жалаңаш қыздар билейді. Айналадағы адамдар оларға қарап отырады деп жауап берді. Имам: ал ол қыздарға қарап отыратындар мұсылмандар ма деп сұрады. Иә деп жауап берді. Алладан басқа ешбір күш пен қуат жоқ. Онда барып оларға уағыз айтайық деді имам. Адамдар таң қалды. Уа имам, сіз стриптиз клубта уағыз айтқыңыз келе ме? Иә деп жауап берді. Жұрт жастардың уағызшыны мазақ ететінін айтып, имамды жолынан тайдыра бастады. Не, біз Мұхаммедтен саллаллаху алейхи уассалам жақсымыз ба деп сұрады имам. Сосын мешіт жамағаттың ішіндегі біреуінің қолынан ұстап алып, оны осы клубқа апаруын өтінді. Құрметті бауырлар, видеоға лайк басып, пікір қалдырып, және достарыңызбен бөліссеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Сіздер үшін 1-2 секунд, ал біз үшін үлкен мотивация. Хадисте келгендей, кімде-кім жақсылық жасауға жол көрсетсе, сол жақсылықты жасаушы адамның сауабындай сауап алады. Құдай қаласа, каналымызда көптеген пайдалы және қызықты видеолар шығатын болады. Авторлық роликтерімізбен қатар еліміздің белді уағызшылары Ерлан Ақатаев, Жарқын Мырзатай, Абдуғаппар Сманов, Хафизулла және тағы басқа ағаларымыздың үздік уағыздары шығып тұратын болады. Бізбен бірге болыңыздар, ал біз жалғастырайық. Олар келгенде клуб иесі олардан: не қалайсың деп сұрады. Имам: біз клубтағыларға уағыз айтқымыз келеді деп жауап берді. Әрине, клуб иесі таң қалып рұқсат бермеді. Бірақ олар қайтпастан талап қойып ақша да ұсынды. Ол келісе кетті. Бірақ ертең би басталатын кезде келіңдер деді. Олар солай істеді. Сол күні мен клубта болдым. Содан кейін қыздардың бірі билей бастады. Ол биін аяқтаған кезде шымылдық жабылды. Содан кейін ашылды. Шымылдық ашылғанда сахнадағы орындықта отырған қарт кісіні көрдік. Ол сөзін Алланың атымен, Аллаға мадақ айтып, пайғамбарымызға салауат айтумен бастады. Ол уағызды оқи бастағанда жиналғандар абдырап, не болып жатқанына сене алмағанша таң қалды.
Олар алдарында уағыз айтып жатқан бір ислам ғұламасының отырғанын түсінгенде айғай-шу басталып, олар имамды күлкі қылып, келеке, мазақ, келемеждеу басталды. Бірақ ол бұған мән бермей, уағызды жалғастыра берді. Сонда жиналғандардың бірі орнынан тұрып, имамның айтқанын тыңдау үшін барлығына үндемеуді бұйырды. Клубта тыныштық орнап, тек имамның дауысы естілді. Ол біз бұрын естімеген нәрселер айтты. Имам бізге Құран аяттары мен пайғамбарымыздың хадистерін оқып берді. Салихтардың өмірінен оқиғаларды баяндады. Тәубе туралы айтты. Оның уағызында мынадай сөздер бар. О адамдар, сендер өмір сүресіңдер, және Аллаға жиі бағынбайсыңдар. Сендердің күнәңізден ләззат алу қайда кетті? Ләззат жоғалды. Және сендердің әрекеттеріңіздің жазбалары қара түсті. Және сендер есеп күні осының бәрі үшін сұраласыңдар. Алладан басқа бәрі өлетін күн келеді. О адамдар, сендер өздеріңіздің іс-әрекеттеріңе назар аударыңдар. Қайда кетіп барасыңдар? Сіз бұл дүниенің отына төтеп бере алмайсыз. Ал бұл 70 тозақтың бір бөлігі ғана. Сіз тозақта қалай боласыз? Кеш болып қалмай тұрғанда тәубе етуге асығыңдар. Сосын бәрі жылап, имамның артынан еріп, клубтан шығып кетті. Олардың тәубесі анық болды. Тіпті стриптиз клубының иесі де өз ісіне өкінді. Жақсылыққа әмір ету, жамандыққа тыйым салу барлық қауымда, Алла жіберген барлық хабарларда болған. Алла осы әмірмен елшілерін жіберіп, кітаптарын түсірді. Жақсы әмірдің негізі Аллахтың жалғыздығын түсіну, оған деген шынайылыққа шақыру. Ал дағуаттың негізі күпірліктің өзегі болған көп құдайшылықтан бас тарту және бір Аллаға сыйынуға, құлшылық етуге шақыру, күнә жасаудан қайтару болып табылады. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам жақсылыққа әмір етіп, жамандықтан тыйған адам Алланың жер бетіндегі уәкілі және Құран мен елшісінің уәзірі деген. Хузайфа, оған Алла разы болсын, сондай бір уақыттар келеді. Адамдар жақсылыққа бұйырып, жамандықтан қайтаратын мүминнен қарағанда өлген есекті жақсы көретін болады деген. Бірде Мұса пайғамбар алейхиссалам жаратушыдан: «Уа Алла, бауырын иманға шақырып, жақсылықта әмір етіп, жамандықтан тыйған адамды қандай сауап күтіп тұр?» деп сұрайды. Алла тағала: «Мен оның әрбір сөзін 1 жыл ғибадат жасағандай етіп санаймын, және оны тозақ отымен жазалаудан ұялатын боламын» деп жауап берді. Бұл істі елемейтіндерді Алла ескертеді. Құран кәрімде олар бір-бірін істеген жаман істерінен тыйған жоқ. Олардың істегендері қандай жаман еді? Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам: «Сендердің араларыңдағы кімде-кім бір күнәлі істі көрсе, оны қолымен, амалымен өзгертсін. Егер ол мұны істей алмаса, онда сөзбен. Егер ол оны да істей алмаса, онда жүрегімен келіспесін, жеркенсін. Бірақ бұл иманның әлсіздігінің белгісі». Имам Шарани былай деген: «Айыпталған нәрсені өзгерту үшін Алла тағала 3 жол жасады: амал, сөз және жүрек арқылы. Ғалымдар жақсылыққа әмір ету, жамандықтан тыю фарз кифая, ұжымдық міндет, яғни бірі орындаса, екіншісінен парыз түседі дейді. Болып жатқан дұрыс емес нәрселерді сөзбен ғана емес, іспен де өзгерту керек. Егер сіз жауапты адамдар, әйеліңіз, қызыңыз немесе ұлыңыз күнәлі амалдар істеп жатса, бұл жағдайда күнәлі амалдарды қолмен әрекет қылып тоқтату керек. Бірақ егер күнәні қолында билігі бар сұлтан, басшы атқарса, сол жауапкершілік сізге жүктеледі. Бірақ бұл жерде мәселеге тар көзқарас емес, кеңірек көзқарас қолданылады. Айыпты сөзбен өзгерту керек. Егер адам қолымен бір нәрсені өзгерте алмаса, әдемі нұсқаумен, жылы сөзбен әрекет ету керек. Қай әдісті қолдансаңыз да, арсыздық жасаған адамға жақсы кеңес беру аса маңызды. Егер адам болып жатқан нәрсені сөзбен өзгерте алмаса, онда ол ең болмағанда жүрегінде бұл әрекетке келіспеу керек. Хадис бұл жерде бірінен екіншісіне өтуді меңзейді. Яғни қолыңмен өзгерт.
қолыңмен болмаса тіліңмен. Ал егер ол да қолыңнан келмесе, жүрегіңмен өзгерт. Жүрекпен өзгерту деген ол немқұрайлы қарамау және Алладан айыпталған нәрсені тоқтатуын сұрау деген сөз. Алла тағала бізге бұйырғандай бізді де, сізді де жақсылыққа әмір етіп, жамандықтан тыюшылардан етсін. Бауырлар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге Аллах разы болсын. Арнамыздағы басқа да роликтерге мән беріп көрсеңіздер, назарларыңызға рахмет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.